Сәлем достар, сіздермен Паримаш Қазақстан YouTube каналының жүргізушісі Әлімжан Тасболатұлы және бізде бүгін енді жаңа жылдық Мане Саненің кезекті бағдарламасы. Өздеріңіз білетіндей, әдетте біздің осы дәстүрге байланысты топ болып ойнаймыз. Екі ойыншылар. Бүгін енді бұл үшінші біздің финалымыз болғалы тұр. Олай болса, менің оң жағымдағы құрамнан бастайық. Спорт плюс Қазақстан телеарнасының тобы. Бұл жерде Айбек Сайлау және Мади Журай. Жігіттер, қош келдіңдер. Және бүгінгі осы Спорт плюс Қазақстанның қарсыласы Сетанта Спорт. Бұл жерде енді Есет Төлеш және де Бексұлтан Кеулімқос. Сетанта Спорт, Q Спорт, Q Арена. В общем, бір сұрақ Әліге. Әлімжан, сіз де Спорт плюс арнасында жұмыс істейсіз. Жұмыс жасаймын. Қателеспейсің, өте дұрыс айтып отырсың. Значит, үшеуіңіз бір командамыз. Және бүгінгі жеңімпаздарды қазірден бастап айта берсек болады. Жоқ, бүгін енді барлығы әділ болады, жігіттер. Барлығы әділ болады, барлығы сол бұрынғы ережеге сай. Сөзсіз өмірде барлығымыз араласамыз, бірақ бұл жарыс сайыс болғаннан кейін көрермендерді алдауға біздің еш құқығымыз жоқ. Сол үшін де барлығы әділ болады. Жігіттер, дайынсыңдар ғой? Дайынбыз. Әлімжанның адал екенін дәлелдеу үшін не істеу керек? Отыру керек. Дайынсыңдар ма, жігіттер? Дайынбыз. Олай болса, біз бағдарламамызды бастаймыз. Кеттік. Жігіттер, олай болса бастайық. Ойынымызды енді жаңадан қосылған көрермендеріміз болса, біздің әлі бағдарламаны білмейтін болса, ойынның ережесін тағы да бір түсіндіре кетейік. Бірінші 3 таймнан тұрады жалпы. Бірінші тайм, екінші тайм, экстра тайм. Енді біз қазір бірінші таймда ойнайтын боламыз. Ережесін түсіндіре кетейік. Мен сендерге қазір осы футболдың айналасындағы жалпы сұрақтарды қоятын боламын. Неше түрлі факттар бар бұл жерде. Футболшылардың дәрежелері, жылдарға қатысты дегендей, соған жауап беру керек. Бұл жерде енді кезек болады. Егерде дұрыс жауап беріп жатсаңдар, бір ұпай сендердің пайдаларына шешіледі, топтың құрамына. Ал егерде дұрыс жауап бере алмай қалсаңдар, қарсыластың жауабына жауап беруге мүмкіндік бар. Ал олай болатын болса, кім бірінші бастайтынын анықтайық? Әдеттегідей, Сулифа, көрейік. Бек, давай. Сулифа. Біз бастаймыз. Сетанта Спортты енді тобы бастайды бұл жерде. Бексұлтан Кеулімқос пен Есет Төлеш. Жігіттер, бүйтейік та. Бірінші сұрақ дұрыс жауап бер. Тоғырдан түспей, соңына ең бірінші жауап. Сөйтейік. Олай болса, алғашқы сұрағымыз біздің Магомед Мұсаұлы Адиев қазақстандық қай клубта ойнаған? Ойнаған? Шахтер? Жоқ, Шахтерде бапкер болды ол. Оның алдында ойнады 2000 жылдардың басында, бірақ ол Шахтер емес. Айлығын төлемей қойған сол кез ғой. Астана ма? Астана болды, Локомотив қой. Ой, Локомотивте ойнаған жоқ ол. Локомотивте ойнаған жоқ. Оның алдында ойнады 2000 жылдардың басында. Скандал болды ғой. Айлығын төлемей қойып, кейін барып қайтып беріп. Қара, қандай? Солтүстік командалардың бірінде ойнаған сияқты ме? Солтүстік командалардың ертісте немесе оның алдында жеңісте ойнады ма әлде астаналық команда. Бірақ Астана ол кезде болған жоқ, Адиев ойнаған кезде. 2000 жылдардың басы. Жігіттер, жауап керек. Жауап па? Айтал. Ертіс, бұл дұрыс емес. Спорт плюс Қазақстан. Біз ойлану уақыт болды. Қалай айтсақ, бір жауап беріңді өзім. Елімай. Жоқ. Жігіттер, бұл екеуіңдікі де дұрыс емес. Елімайда емес, Ертісте емес, бұл Астана ба? Жеңіс. Жеңіс футбол. Сары жейдемен ойнаған фотосы бар еді. Шашы бүйтіп жалбырап атқаны. 2003 жылы Жеңіс футбол клубында өнер көрсеткен Магомед Мұсаұлы Адиев. Бұл ұпай енді өкінішке қарай ешкімнің қанжығасына майланған жоқ. Олай болса, екінші сұрақ, Мади, Айбек, сендерге Қазақстан құрамасының FIFA рейтингісіндегі рекорды қай орында болған? Жалпы Қазақстан құрамасы FIFA-ға кіргелі бері ең биік нәтижесі. Менде бірақ саны келіп тұр ойыма. Қандай? 98? Басқа ой жоқ. 98-ші орын ең жоғарғы болды деген ба? Иә. Тағы ойланасыңдар ма? Бұдан төмен деп ойлаймын. Бұл жерде бірден айтсақ, 98-ші орын емес. Бұл қате жауап. Кім қатты төмен? Меніңше 2016 жылдары болды. Қытайға қарсы матч жолдастық кездесу өткізді. Ұлан Қонысбаев үшін өте өкінішті ойын болған. Қытай ол кезде рейтингте өте жоғары болды да. Біз сырт алаңда жеңіп кеттік жолдастық ойында. Бұл FIFA-ның күнтізбесіне енетін матч болды. Бірақ енді нақты орны дәл қазір есімде жоқ. 80-ші орындарда 85 пе деймін, қателеспесем. 81 нәрсе меніңше. Азияда ойнап жүрген кезде. Жоқ, Азияда емес. Осы 2016 жылдары. 99-ның ортасында десең. 85-те береміз ба? Мен 81 немесе 85-те ойлап тұрмын. 82 дей салайықшы. 85 дей салшы. 86 дейік. Жоқ, меніңше 80, білмеймін, 81 нәрсе, бірақ жүрегім 85 деп тұр менің. 81 нәрсе. Қанша? 82. 82 ма?
қалай қыламыз? Енді 81-83. Біз негізі Сол, бірақ шанс Бүйтейік. Негізі жарайды. Бұл негізі дұрыс емес. 82 емес, бірақ 80 мен 90-ның аралығы деп айтайын. Бір нұсқадан айтып шығыңдар, кім дұрыс табады. Сол екеуіңе де. Екеуің де бір уақыт айтыңдар. 81 жарайды. 80. Тура соны айтсаң қалай болады қазір? 83. 81-83 па түсінікті. Я олай болса бұл 83-ші орын. Бұл Бұл жерде енді таза рандом болды. Таза рандом болып кетті. Бірақ мен сендерге диапазонды бердім. 80 мен 90-ның арасында кез келген біреуін таңдаңдар деп. Үшінші сұрақ. Бірінші таңдау сенде болды. Бексұлтан Есет сендерге Виктор Джокериш спортингке қай клубтан ауысты? Coventry City. Өте дұрыс. Жалпы осы Виктор Джокериш туралы аздап әңгімелесейікші. Амарим бар кезінде керемет шабуылшы болды. Голдарды бірінен артын бірін соғып бастады, бірақ Амарим кеткеннен кейін қазіргі таңда өкінішке қарай ойын өте нашар. Джокериш туралы Coventry City'ден 20 миллион, 20-дан Жақсы асып бағаға сатып алды негізі. 22 ма, 25 па сонша ақшаға кетті. Ал Coventry'ге 1 миллионға, Фулхэмнен ба бір жерге келді. 1 миллионға сатып алған иә. Челси ме қандай? Ағылшын премьер лигасының командасынан келді. Айта бер. Енді Рубен Аморим кеткеннен кейін бапкер көп нәрсені шешетінін көрсетті ғой негізі. Спортинг бапкердің көмекшісін алып келді ғой. Бапкердің көмекшісі келді. Аморим мен 2 жыл жұмыс істеген деп маған Мади айтқан осы эфирдің съемканың алдында. Бірақ бапкердің көмекшісі қазір енді қателескен сияқты. Бапкер таңдаудан мықты бір бапкер келу керек пе еді спортингтің орнына, себебі топ деңгейде тұрған құрама ғой. Оның орнына көмекшіні алып келе салды, ал ол жақта анау деңгейді ұстап тұру қиын. Тәжірибесі керек, бапкер керек пе еді әлде? Тұрғыда команданы мысалы топ формада тұрған команданы психологиялық тұрғыда осылай сындырып тастау әрбір бапкердің қолынан келе бермейді. Үш ойыннан кейін бұрынғы бапкер не айтты, солай ойнай берсеңдер деген. Мәди енді бапкер ғой, сол үшін жақсы біледі бізден. Солай болып тұр. Және бір қызығы енді біздің осы Спорт плюс Қазақстанға Португалия чемпионаты пайда болды ғой. Содан кейін әлі спортинг жеңген жоқ. Мүмкін бізден де шығар екен. Есеп 1-1 жігіттер. Дұрыс сапында 4-ші сұрақ. Мади, Айбек сендерге Ювентус сапында ең көп ойын өткізген футболшы. Буфон? Немесе Асықпай ойланып жауап беруге мүмкіндіктерің бар жігіттер. Асықпаңдар. Асықпай ойланып жауап беруге мүмкіндіктерің бар. кім деп ойлайсың, өзің жауап беріп көреді. Буфон? Буфон? Жарайды. Бұл жауап дұрыс емес. Жігіттер? Сразу жауап берсеңіз, басқа жұлдызда Бол, Дель Пьеро, бол, басқа нұсқа жоқ. Бол. Дель Пьеро. Сенбісің ба? Иә. Кім? Дель Пьеро. Дель Пьеро? Дель Пьеро, иә дұрыс. Аузына салып берген сол. Мен қолымды алып жүрсің? Есек 1-2 кейін жігіттер қараңдар. Бұл жерде мен жаңа айттым ғой, бірден жауап бердіңдер, аспай ойланыңдар дедім. Егер де жауап дұрыс болған кезде мен қабылдап жүруге Сіздер енді әріптестеріңіз дұрыс түсініңіздер. Біз адамдарда күмән болмас. Айтып тұрып бұл жерде егер де жауап бірден бар болса жауап бере беріңдер, бірақ асықпай ойланып дұрыс жауап бергендерің дұрыс та. Есеп 2-1 бұл жерде сендердің ұпайларыңды жұлып кетті. Бұл Александр Дель Пьеро Ювентус сапында 705 ойын өткізген және қазіргі таңда рекордты қойған. Онша енді осы Дель Пьеро туралы аздап өздерің Қарсылас командаға рахмет айтқым келеді біріншіден. Өйткені бізде Буфон деп ойладық басында. Мысалы қазір бірден Буфон қате деген кезде Сендердің сұрақтарың кетті, сендер Буфон дегенде біз Дель Пьеро деп мына жақтан біз алып келеді. Иә. 50-50 ғой деп жүргізуші де айтты негізі. Сонымен қоса иә, Дель Пьеро деген нұсқа сіздерден шықты ғой. Сіздер Буфон дегеннен кейін кім бар еді Дель Пьеро есімде түспей қалуы мүмкін еді ғой, иә. Буфон деген анау. Түсінікті. Иә, бұл енді дұрыс жауап. Александр Дель Пьеро, бірақ енді алдағы уақытта бұндай қателік жібермеңіздер, иә. Түсінікті, әрі қарай жалғастырайық. 5-ші сұрақ. Бекс, Есет сендерге FIFA қай жылы құрылды? FIFA ұйымы ма? Ұйымы, ойыны емес. FIFA әлем чемпионаты 30-шы жылы өтті алғаш рет. 20-шы жылдар ғой. 20-шы жылдары. Меніңше енді ол дайындалуға біраз уақыт керек қой. Бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталды. Мысалы 30 жылы әлем чемпионаты алғашқысы болды ма? Онда 28 болды. 28 дейді. 28. 1928 ма әлде 1828? 1928. Түсінікті. Жауаптарың қабылданды. Бұл дұрыс емес. Жігіттер? 1801 білесіз. Менде бұл жерде нақты білмеймін негізі ше. Қазір Шамамен. получается просто түсу керек болып тұр ғой сам. 1881 жыл деп жауап беремін. Жоқ, бұл да дұрыс емес. Енді мен қайтадан интервал айтайын. 1900 жыл мен 1920 жылдың арасы дейін бір рет айтып шықсаңыздар. Бұл жерде тесе терекке болып тұр сөз. 1919. Бірінші Қанша? 1919. Қабылданды, жігіттер. 1907.
өте жақын болдыңдар 1904. Бірақ иә саналмайды. Мен соны оқып тұрып ше кәдімгі миымнан шығып кетті. 7 деген сан біз шайыппыз ғой сонда иә әлем чемпионаты. Сендердікі мүлдем басқа ауылға кетіп қалды негізі. бірақ сендерді тыңдау қызық болды маған. Сендерге келесі сұрақ мынандай. Қазіргі уақыттағы ең қымбат неміс қорғаушысы. Трансфермаркет сайты бойынша ең қымбат неміс қорғаушысы. Ойланайық, бұл қорғаушы неміс Бундеслигасында ойнайды. Ағылшын премьер лигасында ең қымбат ойыншылар сол жақта неміс Бундеслигасында ойнайды деп ойлаймын. Мен қазір айтсам жауап болып кетеді ғой. Жоқ, сендер ойланып жатсыңдар қазір. Мен ол емес айтамын. Бірақ мен шынымды айтамын, сенімді емеспін. Анау Байердің капитаны ғой. Та деген защитник. Мүмкін сол шығар. Байердің ойыншылары да шын мәнісінде қымбат болған. Енді соны алайық. Басқа жауап жоқ. Тама, Джонатан Тама, бұл дұрыс емес жігіттер. Біз енді Бекс жауап бергісі келді. Жоқ, тұра тұр. Ойланайық. Қапталдағы қорғаушылар бар шығар мүмкін. Бірақ менің ойыма Қорғаушы дегенде таза қорғаушылар ма? бұл нарықтағы құны бойынша ғой, иә? Нарықта қорғаушы деген жалпы қапталдағы, ортадағы кез келгені. Жалпы сол қорғанысқа жауап беретін ойыншылар ғой. Крайний защитник. Мен жеңдім, Рюдигер деймін мен. Антонио Рюдигер ма? Жауап. Бірақ мынау есепке алынбаса да Кимих қосып қойықшы. Есепке алынбайды. Жарайды. Жауап қабылданды, Кимих те қабылданды, Рюдигер де қабылданды, бірақ Кимих болса ұпай бермейді ешқандай. 3 жауапты дұрыс емес. Рюдигер 25 миллион евро, Джонатан Та 30 миллион евро, Ника Шлоттербек 40 миллион евро, ең қымбат қорғаушы Шлоттербек. Боруссия Дортмундта ойнайды. Сол аяқты. Еще мен өзім айттым ғой басында соны. Дұрыс айтты. Бағана айттық қой, екеуінің біреуі дұрыс жауап бермесе соны алайық, сол кезде дұрыс болды. Сол мен сенімді болдым, Рюдигер арзанырақ Шлоттербек қымбат ойыншы ғой. Иә. Тағы да бұл ұпай енді өкінішке қарай ауаға кетті. Ешкім. Мынандай тарихта болып еді. Бұндай енді 1-2 деген есеп болған жоқ әлі. 6 сұрақтың үшеуіне ғана жауап берді деген. Ондай болған жоқ. 7-ші сұрақ. Жігіттер сендерге. Бізге ба? Сендерге кешіріңдер. Чемпиондар лигасының тарихындағы ең үздік итальяндық сұрмерген. Жауап не істейміз? Дель Пьеро дей салайық. 2 рет па? Иә, қайттан. Наларка Баджо деп ақыт дейін осысын. Андай бәрі, андай есім француз, басқа елдің өкілдері шығып жатыр да ма? Иә, маған да солай болды. Трезеге дейтіндер бар. Италия құрамасында атақты шабуылшы болған сол Тотти Ромада Рома көп ойнаған жоқ чемпиондар лигасында. Жауап жігіттер, жауап. Дель Пьеро дей берейік оны. Дель Пьеро жарайды. Александр Дель Пьеро ма соңғы әлі нақ жауаптарын? Иә. Жігіттер құтты болсын. Бұл жауап бірақ дұрыс емес. Бұл жауап дұрыс емес жігіттер. Бірақ вариант бар. Италияда Милан ғой ең. Инзаги деп тұрып. Инзаги. Пипа гол ма? Филиппо Инзаги. Өте дұрыс жауап. Филиппо Инзаги 46 гол соққан. Миланда есімде жоқ деген уф дедім ғой мен. Ювентусте және Миланда ойнап жүріп 46 гол соққан. Иә, есеп теңесті 2-2. Шалдар сен дедің ғой. Бір сағат ана сендер айтып отыр ғой, анада жоқ, мынада жоқ, мыналар қашан қайтады екен, қашан мен айтпаймын ғой, тауып алады қазір есептеп қойып. Әрі қарай жалғастырайық. Есеп 2-2 жігіттер. Мына жерде енді өте қызықты сондай ойып талас болды. Жігіттер сендерге Мади, Айбек. 8-ші сұрақ. Монако клубының стадионы қалай аталады? Білемін. Бұны енді сетантан жігіттер білу керек енді. Сіздер әдестейсіздер ә? Сен Аякс стадионының аты дегенде білетін едің. Білетін еді. Кройф деп тұрып не қылды? Твенте десек те білетін еді. Ең айтсаң да. Бірақ мен андай сенімді емеспін, бірақ примерно аймағын білемін. Болды, если жауап бересің. Ең құрғанда Суперлигадан Адана Демирспордың алаң қалай аталады? Сендерге Португалияны берді ғой? Режеп Эрдоған деп жерде тұра береді. Жай өзар еді. Вариант бар ма? Біліңіздер. Монако. Мен білмеймін, просто ойыма сол келді Монако деген кезде. Қандай еді? Мүмкін ол вообще басқа елдің несі. Велодром деген ба? Велодром? Велодром бе? Жауаптарың осы ма? Енді басқа вариант жоқ. Велодром ол Марсельдікі. Жігіттер? Мен енді нақты есіме түсіп, қазір есетке 1-2 подсказка беріп, содан кейін бір есіне түсетін шығар. Бұл жерде суперкубок ойындары өтетін еді. Сол кезде Святой, бір әулие, бір бәледің аты ше. дегендер дұрыс. Луи. Луи екінші емес пе, или бірінші? Луи. Луи стадион. Жоқ, Луи екінші ғой.
2 Луи болды. Жауап Луи екінші. Иә. жауап Луи 2 ма? Дұрыс. Луи екінші стадионы. Екінші деп айттым. бірақ луи деген білмейтін. Дұрыс Велодром 2 деп айттым. Иә, сен басқа бірдеге 2 дедің. Айттым корольдік деп. Иә, корольдік деп енді жалпы бір көмек бердім. Марсельдің стадионы деп сұрамайсың ба? 2-3 есеп. Біз жауап айтайық, сен сұрақ қойсайсың. Есеп 2-3 жігіттер. Сетана спорт алды және де 9-шы сұрақ жігіттер сендерге. Бексұлтан Есет, Роберто Мартинес немесе Бобби Мартин деген кім? Мартинес Португалия құрамасында. Бельгиялық ше, иә, Португалия Португалия. құрамасында емес па қазір? Дұрыс, иә. Бәсе, Барлық сұрақ қиын болады деп не отырсың жаңа? Түрлері қандай болып кетеді? 60-шы жылдарды іздеп айтса аламыз ба? Айтса аламыз ба? Бобби. Иә, Роберто Мартинес Португалия ұлттық құрамасының бапкері. Болды. Сұрақ оп-оңай жігіттер. Қиналатын ештеңе кім адам деген сияқты. өздері сенбей жатыр ол жерде. 4-2. По жизни кім ол деген сияқты. 4-2. Жігіттер, келесі соңғы бірінші таймдағы соңғы сұрақ. 10-шы сұрақ Мади Айбек сендерде. Кол Палмер. Кол Палмердің енді ата-анасы дейді ғой. Ата-анасының жаңағы тарихи отаны қай жақтан? Менің ойымша жаңа нелер сияқты, викингтердің отаны сияқты бірдеңе мемлекет. Айтшы, қандай кімдер бар? Норвегия, Швеция, Исландия қайсысы? Олар солтүстік Америка жатпайды ғой. Енді? Тринидад и Тобаго деген жата ма? Жатады олар. Көрем. Нұсқа жігіттер, нұсқа. Болса, ұзақ ойландық. Шинжа не айттың? Сол жаңа нелер, мұзды викингтердің. Канада болады онда солтүстік болса. Бірақ олар викингдер емес енді. Тринидад демес, иә. Тринидад Тобаго ма? Соны айта сал. Қабылданды. Дұрыс емес жауап, жігіттер. Мен бағанан бері өзімше болып тұрдым да, ол Ирландиядан ғой деп ше. Бірақ Солтүстік Америка деген сәл менің жоспарымды, немді, ойымды өзгертіп жіберді. Себебі ана Деклан Райс бәрі ирландиялықтар ғой. Мен де сол Палмерді ирландиялық деп өзімше болып тұрғам. Бірақ Солтүстік Америка деген сөз Жоқ, ол үш ақ елі бар ғой шыны керек енді. Үш ел біреу. Солтүстік Америкада ма? ақш, Канада, Мексика. Қара енді ақш-тың арғы тегі америкалық болуы мүмкін емес. Канада да солай. Мексикалыққа ұқсамайды ол. Анау Гренландия жақта адамдар тұрмай ма? Ол Солтүстік Американың ішіне кірмейді. Кірмейді, иә. Сіз де солай білесің бе? Сен де. Негізі Табылған сияқтымыз. Мексика ма? Мексика. Айтыңдар жігіттер. Нұсқа. Жаңа ойлануға сендерде де уақыт болды. Очевидно емес те мысалы бірінші ой Канада келді. Маған да ойлануға келіп тұр. Канада деп айтып, біз Америка мен Мексиканың арасында таңдай ма деп ойлап отырмын да. Бірақ Канада емес. Таңдауға ешкімде мүмкіндік Канада жоқ. емес. Айтшы, қайсы? Мексика сияқты. Нақты жауап. Мексика түріне қарасаң мексикалық емес қой енді. Нақты жауап. Канада. Канада ма? Біз Мексика. Жауап қабылданды, дұрыс емес. Айта қойсақ. Мексика. Мексика. Ол да дұрыс емес. Ойлап жатыр, Панама. Жоқ, жігіттер енді былай жауап берейік. Бұл жерде енді сөздің шыны керек. Табу өте қиын. Бұл енді барлықтарымызға, бізге де, сендерге де, бізді көріп отқан көрермендерге бір географиядан бір сабақ болсын деп бұл сұрақты қостық. Бұл Сент Китс және Невис деген елдер. Оның аты бір. Сент Китс және Невис деген Кариб аралдарында орналасқан Солтүстік Америкада. Арада 6 ай өтті деп тұруымыз керек еді. Сол үшін де бұл сұрақ енді өте қиын болды. Бұл не үшін 10-шы сұрақ? Иә, 10-шы сұрақ бар екен. Сонымен енді бірінші таймымыз аяқталды жігіттер. Есеп 4-2. Бексұлтан мен есептің пайдасына. Екінші таймға кеттік. Жігіттер, олай болса екінші таймға да келіп жеттік. Тағы бір ережені түсіндіре кетейік сендерге. Бұл жерде енді қазір біз мында экранымыз бар. Сол жерден футболшыларды, бапкерлерді, жалпы футболға қатысы бар адамдардың бейнесін көрсететін боламыз. Суретін соны табу керек болады. Бұл жерде де рет-ретімен, кезек-кезегімен. Олай болса бірінші кім бастайтынын шешіп алайық. Сулифа. Бұл жолы Айбек пен Мади бастайтын болады. Олай болса, екінші таймымыздың алғашқы кейіпкері ол бізде кім екен? Кім еді мынау ше? Маның түрін тауып алған былай тұрсын, атын табу керек болады одан кейін. Негіз оңай. Өте көп Біз кездеседі. біліп тұрық. Чиферин бет, кім еді? Кім? Чиферин бет. Дұрыс. Александр Чиферин, УЕФА-ның президенті. Словения ойнады ғой Қазақстан. Словениямен ойнаған кезде сол жаңағы кімді алып келіп, тақырбасты алып келіп, кім еді? Мартиньякты алып келіп, Мартиньякте сол жаңағы подсудка жасайды, анау деген әңгімелер көп болған. Және де Любляна қаласындағы Стожице стадионын осы арнайы УЕФА-ның заказымен салдырып берген. Екінші ойыншымыз жігіттер сендерге Есет Бексұлтан. Және бұл кім екен? Түріне қарасаң қорғаушы сияқты ма? Замброт дейміз ба? Замбротта ма? Кім? Қорғаушы ғой бұл. Замбротшы негізі қорғаушы. Замброт Интерде ойнаған ше?
Бұл Замбротта. Дұрыс, бұл Джанлука Замбротта. Иә, бәсе. Кезінде Гусев осторожно Замбротта сбил его с ног деген бір керемет. 2013 жылда финалда жеңген. Иә, Джанлука Замбротта бұл өте атақты қапталдағы қорғаушы, екі қапталда да ойнап бере алатын. Олай болса, есеп 1-1 жігіттер әрі қарай жалғастырамыз. Мади Айбек келесі ойыншы сендерге. Тағы бір костюм киетін. О, досым. Мынау. Бұны білмесеңдер енді. Гиу ме? Сол ғой не? Сол ғой. Марк Гиу. Гиу кеше ғана Алматыға келіп кетті. Мен осының фамилиясын айтқанда қиналғам, екеуміз матч жүргенбіз, мен Гиуи дей беремін ғой. Ана умен иді қосқан кезде қиын бола ма? Марк Гиу, Барселона футбол клубының академиясының түлегі. Осы биылғы жазда 7 миллион еуроға Челсиге ауысып келді, кеше Астанаға 2 гол соқты. Бұл 2006 жылғы. Жас бала, иә. 2006 жылғы футболшы Александр Марич. Марич кейін өзінше болып тұрған кезде қасынан сәлем айтмаймын, естіп қалды ма? Деп өтіп кеттім қасынан. Гиум деп өткен салды қасынан. Түсінікті, иә. Есеп 2-1, әрі қарай жалғастырайық. Жігіттер, Шал болсын. жігіттер сендерге төртінші кейіпкеріміз. Өздеріңіз сұрап. Трассар ғой. Ей, кім ғой? Франциялық жетекші. Франсуа жетекші ме? Білесің бе сен? Жоқ, Түрін біліп тұрмын да, бірақ француз төрешісі, Трассардың әкесі. Деп енді солай айтып жатады әлеуметтік желілерде, бірақ Жетекші. француз болса, Франсуа Летексия Летексия. ғой, француздан бастайтын. Летесия, ма? Летесия, иә. Жауап қабылданды. Дұрыс емес. Жігіттер, Менде жауап жоқ. жауап жоқ Мен айта па? салайын енді. Айбек жауап жоқ па? Қазір құрамның жауабын күтейік. Жоқ. Жауап жоқ болса, иә. Айтып Айта сал, бірақ ұпай саналмайды. Білем, Тюрпен. Иә, дұрыс, Клеман Түрпен. Леман Тюрпен ғой. Дұрыс, иә, есеп әлі де 2-1. алдамыз. Спорт плюстың жігіттерінің пайдасына және де 5-ші біздің кейіпкеріміз қайтадан Спорт плюс жігіттерінде. Бұл кім екен? Билбао. Таймыз ғой. Тайым. Охо. Билбао. Вратарь ғой мынау Билбаоның десең. Ой, мынау оратор ғой десе. Буфон емес па? Енді Билбаоның қақпашысы. Тұрсың ба? Билбаоның қақпашысы кім? Основной емес. Екінші жағы. Білмеймін. Нұсқа жоқ па, Жоқ, жігіттер? менде жоқ. Нұсқа жоқ болса, Бадан Бекс, келесі. есеп. Бұл енді Атлетик Билбаоның негізгі құрама қақпашысы Унай Симон жарақат алып қалды. Иә. Симонды қалдырма. Мен шошып кеттім ғой мен. Мен де ойлап қоямын. Симон осындай. Реал Мадридке қарсы матч өткізді. Иә. Қазір негізгі құрама Агризабалага ма кім еді? Арисабалага. Жоқ, Агризабалага. Тағы бір. Шамамен айт. Жоқ. Нұсқа қабылданды. Жауап дұрысқа жақын, бірақ турлап жүрсің. Агризабалага ма еді? Кім еді? Балага. Аризабалага. Аризабалага деген сияқты ғой. Жоқ. Агризабалага. Санайық, дұрыс Иә, деп санайық, себебі бұл Агире Сабала. Иә, Агере Сабала. Сабала. Арисабалага деген. 80% айттық қой, әріп Дұрыс, саналып тұр. Жюлиен Агире Сабала. Сол Кеп Арисабалаганың інісі шығар, мүмкін басқа бір туысы. Есеп 2-2 жігіттер. Есеп 2-2, әрі қарай жалғастырамыз. 6-шы ойыншы Бекс. Есеп сендерге. Көріп тұрған. Иә, көрініп тұр ғой. мынау деген Арқасы жазылып тұрған. Бірақ Г деген. былай қарайық та, былай қарайық та. Негізі шыны жігіттер. Негізі Герасимді білеміз ғой. Мәди, жүрекке қойып айтып отырмын. Бұл Г деген, Г, С деген әріптер көрінбесе де Гераси екенін білеміз. Бұл жерде сәл біздің жігіттерден қатер кетіп қапты дайындаған. Түрі көрінсе де шыны керек жігіттер. Білемін, өтірік айтпаймын. Гераси Жақында ғана Барса ойнады ғой, көрдің ғой. осы Барселонаға биыл келіп қосылды, Чемпиондар лигасында өткенде Штутгартта Загребке бір нәрсе иә. Иә, қайда ойнады? Штутгартта. Иә, бұл сері Гераси. Үздік бомбардирдің бірі болды. Дұрыс, 2-3 есеп, 7-ші кейіпкерімізді Мади Айбек сендерге. Лапорта ма еді? Өте дұрыс. Жуан Лапорта. Рычаг тартатын жігіт. Кегейлі бері сол жас кезінде анау механический машина көп айдаған дейді ғой. Тартып үйреніп қалған дейді да, тракторларды. Лапорта деп айтып сомнение ұстап қалған. ойламау керек. Есеп 3-3, дұрыс. 8-ші кейіпкерге келейік жігіттер. Бекс есеп. Танымал агент. Петя Воликов. Ибрагимовичтің, иә. Ашып тастайын десе біз таныстырып отырмыз. Айт, басынан айт. Енді танымал агент өкінішке қарай басында қайтыс болды деген ақпарат шықты. Одан кейін оны жоққа шығарып тастады өкілдері. Ақыр аяғында қайтыс болды ғой сонымен. Көп клуб негізі ұнатпайтын Райоланы, бірақ футболшылар үшін өте мықты агент деп ойлаймын. Футболшы үшін прям соңына дейін баратын Райола өкінішке қарай ауырып қайтыс болды, иә, қателеспесем. Мина Райола қазір енді бұл жігіттің ойыншыларының
жаңағы агенттік қызметін бұл кісі қайтыс болғаннан кейін Златан Ибрагимович өзінің мойнына аламын деді және қазіргі ойыншылардың енді сол таратып жүргендей тырысып жүр. Бұл Мина Райола дұрыс. Есеп қазіргі таңда 3-4 жігіттер сендердің пайдаларыңа. 9-шы ойыншымыз Мади Айбек сендерге. Эвертон. Лейтон Бейнс. Өте дұрыс. Лейтон Бейнс туралы енді өздерің ойларың айтсыңдар. Мен Эвертон туралы айтпаймын ғой. Жеке бұл жерде иә. Мади бізде Ливерпульдің жанкері. Лейтон Бейнс танысы келмесе де атақты ағылшындық сол қапталдағы қорғаушы, бір кездері жалпы қорғаушылардың ішіндегі ең көп гол соққан қорғаушы, ассист жасаған қорғаушылардың бірі еді, бірақ сосын оны Джон Терри бұзып тастады. Лейтон Бейнс қазір енді мансабын аяқтап кеткен. Есеп 4-4 жігіттер және екінші таймның соңғы сұрағына келейік. Бұл енді маған Мирандаға ұқсап тұр. Түр әлпеті бойынша. Суретке қарасаң, бірақ бір 2000 жылдардың басында түскен сурет сияқты да, ривалдолармен бірге ойнаған сияқты. Әлем чемпионында, иә. Бірақ енді маған Мирандадан басқа ойыма ешкім келіп тұрған жоқ. енді ол кезде Бразилия 5 дүркін әлем чемпионы болған. Сол кезде қай жылдары? Бразилияның 5 дүркін әлем чемпионы болса 2002 жылы, бірақ формасына қарасаң сол ривалдолардың кезі сияқты. Шынымды айтайын, 2002-де мына жігіт ойнаса танымайды екенмін. Миранда. Жауап кім? Миранда ма? Бұл дұрыс жауап. Жуан Миранда. Және екінші таймда жігіттер 4-5 есебімен аяқтадыңдар. Өте тартысты ойын болды. Керемет нәтиже. Біз енді ең шешуші, ең қызықты экстра таймға өтеміз. Ал жігіттер, олай болса шешуші экстра тайм. Осы уақытқа шейін қандай да бір ұпайда үстемділік болса, экстра таймда барлығы мүлдем басқаша болып кетуі мүмкін. Ойынның қызығы да сол. Себебі бұл жерде қазір біз енді футбол клубтарының эмблемасының төсбелгілерін көрсететін боламыз, бірақ қандай да бір жазулары, айқын бір бейнелері өшіріліп тастаған. Бұл жерде енді қатарма-қатар рет-рет деген жоқ. Кім бірінші жауап береді? Сол яғни ұпайды алатын болады. Тағы да бір түсінікті болу үшін айта кетейін. Егер де сендер енді екі-екеуден ойнап жатқаннан кейін біреу айтып қалып, ол нұсқа қате болып, қарсылас команданың бір ойыншысы дұрыс жауапты айтып жатса, бірақ қате айтқан жанның екінші әріптесі біліп тұрса да, біз дұрыс жауапты таңдаймыз. Бір команда бір ғана жауап бере алады. Бір команда бірақ қана жауап бере алады, және де осы камераның артынан менімен бірге 4 бірдей біздің осы адамдар отыр. Әрдайым осы манасанын түсіріп жүрген. Біз бұл жерде егерде бір даулы сәттер болып қалған жағдайда біз барлығымыз бірге дауыс беріп, кім бірінші айтқанын шешеміз. Бұл енді бірінші рет түсіріліп жатқан бағдарлама емес, бұл кісілердің барлығы білет, тәжірибе деген жатыр. Сол үшін де негізі мен бірінші айтқан ем, анау болған деген керек емес. Олай болса, барлығы түсінікті болса бастайық. Экстра таймның алғашқы футбол клубы ол бізде Ласк. Өте дұрыс. Ой, әдейі. Ласк футбол клубы. Аустриялы, есеп 1-0. Олай болса, бірден екіншіге өтейік. Екінші футбол клуб ол Ереван. Арарат Ереван. Ой. Қандай Ереван? Бәк қой, жігіттер жауап беріңдер. Болды. Не істемей қой, асықпай қой. Біз жеңіп отырып қой қазір. Ереванда қандай команда бар? Мен қателестім, ә? Аспа. Мен Ереван. Не істедім? Арарат деп ұрып қалдым. Нормально. Жоқ, вообще. Қанша секунд күтеміз? Динамо. Ну, блиц емес па не? Жоқ, блиц емес болғанда бұл жерден сендер қатарына айта бермейсіңдер ғой, күту керек. Динамо Ереван. Білмеймін мен вообще не жоқ. Нұсқа жоқ па? Біз айтайықшы енді. Айтыңдар, бірақ саналмайды. Бұл енді мен Челсиға қарсы ойнаған жақында Нова деп ойлап отырмын. Мен қателестім, Арарат. Ноа, Ной, немесе Нох деп айтып жатырмыз, иә. Бұл сол футбол клуб, бұл бірақ саналмайды жігіттер. Себебі, Бекстан ерте айтып Ояқтама не деп ше? Есеп 1-0 әлде. Және де үшінші біздің футбол клубымыз ол Нью Сейнс. өте дұрыс. 2-0. Біздің Астана футбол клубының қарсыласы 2-0 есебімен жеңіліп қалдық бұл жігіттерден. Уэльс футбол клубы, бірақ негізінде Англияда орналасқан. Төртінші футбол клубқа келейік, ол Унионистас. дұрыс емес. Өлі, бұл мен енді Шли Трестердің командасын қоймайтын жерсіңдер, бірақ сендер, ә? Джей лигадағы ма? Жоқ, Испания. Ойнаватым. Түсіндің ма? Мен ол таныс, бірақ Бекстің жылдамдығының арқасында бізге мүмкіндік көп тұр қазір. Нормально, өзің алып шығып отырсың.
қателесуге болады. мен осы жерде білгем қадалатынын, мен вообще шансым жоқ бұл жақта. жоқ сол ғой Кейде басқа бар ма? Нұсқа жігіттер. Тау келіп жатыр. Нұсқа жоқ па? Басқаша екен. Нұсқа жоқ. Нұсқа жоқ болса бұл жаңа Бекс асығып айтып қойған Арарат. Арарат па? сен жауаптарын шатастырып алсың ғой Қазір келесі университет болады. Арарат, есеп 2-0, әлі де Бекспен есептің пайдасына, олай болса 5-ші футбол клуб. Корвинов. Өте дұрыс. Өте дұрыс. бізге қатысы бар ғой Румынияның футбол клубы Астананың осы УЕФА конференция лигасының іріктеу кезінде кездестік. Жеңдік бұл клубты, сосын Бранға кездестік. Брангты жеңіп, осы топты кезеңге шыққан Корвинов футбол клубы. Есеп 1-2, жаман емес. Әрі қарай жалғастырайық. 6-ші футбол клуб. Рапид. Бекс бірінші айтып қойды. 3-1 Рапид Вена. Біздің Максим Самородовқа қызық. Тағы да бір аустралиялық команданы қойып жіберді. рипат деп айта салады тез айтатындар қателесетін бір еді Рапид туралы енді қандай да бір ақпарат. Тағы да бір аустралиялық Самородовке қызыққан енді. Сол туралы ғана ғой біздің ақпаратымыз. Бірақ Оны мен сол кезде көшіп кеткен жақсы ма еді деп ойлаймын мен. айтайын ба Австрияның рапид командасынан. деген бұл команда PlayStation 2017 или 2018-де кіріп қалсаң бірінші тұратын команда болған ғой жігіттер ғой содан білемін да дұрыс, бұл Рапид Вена 3-1 есеп. Олай болса 7-ші футбол клубқа өтейік. Будё Глимт. Өте дұрыс. Будё. Бұны білмейді. 4-1 Өңшең конференция лигасы, Еуропа лигасының командаларын жинап алыпсыңдар. Норвегияның футбол клубы. Жігіттер, ойнайық. Мүмкіншілік бар әлі де. Есеп 4-1 бар әлі. Әрі қарай жалғастырайық. 8-ші футбол клубымыз. Спарта Прага. Славия Прага. Біз Славия Прага Бірақ тоқтайды. Олар да Екеуін де Спарта Прага дедім. жоқ Славия Прага одан кейін мен айттым үшінші болды Болды енді, Мәди бір жетіп қойды. мәди айтты да сен айтты да мен айттым Мәди айтып қойды. Славия Екеуің де Прага. бір сәтте қателесіп айттыңдар. Жақсы, Осыны санайық. Славия Прага. 2-4. Славия Прага. Бұл Славия Прага. 2-4 есеп 9-ші төспелге ол Македония шығар дұрыс. Бұл солтүстік Македония. солтүстік Македония десем жоқ деген шатас кетті. еще ана группаны шешіп бағана солтүстік Македонияны оқимын да Лихтенштейн ба деп қалды. Македония деп жоқ мен солтүстік Македония дегенді оқимын да ол мынау бесеу айтады оның ішінде солтүстік Македония қаяқта деп қояды Есеп 3-4. Соңғысы ма? Және де осы біздің қорытынды ойындағы соңғы футбол клубымыз ол Асириясында дейтін. Асириясында дейтін команда. Бұл сериясында қолымыз бар. Е? Асириясында бұндай команда есімде жоқ или бар ма? Клермон жоқ жауап берейін. Жігіттер жауап берейін. Бұл Брешия футбол клубы. Брешия Брешия. Түсінікті ойын осымен өз соңына жетті. Енді қазір жеңімпаздарды айтатын боламыз. Оған дейін жалпы енді осы уақытқа шейін мүмкін көрген шығарсыңдар біздің басқа бағдарламаларды. Өздерің ойнап көрген қалай екен. Бекс енді үшінші рет келіп тұр. Бексте тәжірибе бар, көрініп тұр енді. Тәжірибе көрініп тұр. Мади қалай болды өзіңе? Ой, емес десе. Ойлағаннан кішкене жеңілірек болды негізі. Жеңілірек мен болды вообще жауап бере алмаймын деп ойлағанмын. Бұрынғы өткен выпустарды қарап, сұрақтар қиынырақ болатын сияқты болып көрінген. Бірақ нормально. 50% біліп тұрмын. менің кеңесім ана PlayStation ойнайтын жігіттер тек қана Real, City, Juventus деген топ командаларды ала бермей әлемдік деңгейдегі үшінші, 2 жұлдыз, 3 жұлдыз командалармен ойнап жүрсіңдер Бекс сияқты. Карьера бастау керек қой. Иә, карьера бастау. Сол кезде соңғы турда жеңіске. Мен негізі білдім, 3-ші раундта біз шанс жоқ екен. Бекс өзің? Енді бұл тығырыққа қателегеннен кейін жауап бересің мәди бұл жерде. Былай қарап тұрсаң білмей жүретін сияқтысың ше сұраса. Бірақ енді сәл нашарлау ойнады шыны керек. Жалпы біз ұжым ретінде бәрі төртеумізде Қате көп біраз жерде шатастық, ана Тюрпені бар, кейін анау эмблемаларда да мысалы Арарат дегендер айта салды. Бірінші раундқа вообще кеттік қой, 3-2. Иә, бірінші раунд. Қате көп болды бірінші раундта бізде. Есеп? Негізі көрген рахат екен. Көрген кезде мынау қалай білмейсің деп. Тупой деп қойып па? Тупой деп бексен қалай рет айтқанмын мен. Өткенде ерболдар ойнаған кезде. Бірақ қиын екен анау. Тілімнің ұшында тұрады да, сосын анау мысы басады ғой. Ей, мен таппай қалсам ертең айтады ғой деп ше. Тез жауап беру керек деген кезде менің вообще істемей қалады екен. Тез жауап берген кезде енді Бексті сол үшін алып келіп отырмын өзіммен бірге. Сетантаның абыройын қорғасын деп. Мен саған арт жағында сондай кетіп қалған. Жігіттер енді біз бұл жерде басты дүниені айтқан жоқпыз.
Бұл енді жаңа жылдық шығарылым болғаннан кейін біз енді әрдайым өзіміздің сыйлық қорымыз бар. Бүгін енді басында енді айтқан жоқпыз, соңына қарай жігіттер бір қатты қуансыншы деп. Жеңімпаз жан 200 мың теңгенің иесі атанады. Оны білген ұтып қоятын еді. Және 200 мың теңгенің иегерін анықтайтында сәт келді 9-да 13 деген 4 ұпай айырмашылығымен бұл жерде жеңіске жетіп кеткен комментаторлар бұл жерде әрине Сетанта Спорт телеканалының комментаторлары Бекстан Келімқоспен Есет Төлеш, жігіттер құтты болсын. Бек сап шықты. Енді жеңімпаз ретінде қандай әңгіме айтасыңдар? Өте қызық болды негізі ми анау қорытылмай жүрген кезде миды қорытып шамалы не болды, не болды, анау запакосталарды еске түсіріп, анау миымның түбінде жатқан запакоста ғой негізі. Замброт. Ой. Замбротта. Айттым бағана запакоста туралы сұрақ жібермедім. Ол сұрақ келмеді ме? Өте қызық болды негізі. Жиі шақырып тұр, келіп тұрамыз. Мысалы таппай қаламыз. Бреше деген негізі оңай болды. Бірақ енді сәл-сәл сол клубтарды сәл бір қарап алу керек екен, Негізі, жоқ дегенде флешкорға кіріп бір сәл-сәл. Үшеуміз қарап алу керек екен енді. Мен поле чудеске баруым керек екен. Мен әріп бойынша іздей бердік. Әріп бойынша Женуа, Эмполи, Торино дегендердің бәрін ба? Жігіттер, олай болса рахмет, алтын уақыттарыңды бөліп келгендеріңе. Енді біздің мынау көрермендерімізге жаңа жылдан алдын бір кішігірім бір тілек айтып жүрсеңдер өздерің. Жаңа жыл құтты болсын. 2024 жылда енді әр кезде жаңа жылда президент сөйлеген кезде бұл бір ауыр жыл болды дейді ғой. Расымен кейбіріне ауыр жыл болды, кейбіріне табысты болған шығар. 2025 жыл одан да әлде қайда табысты бола түсіп, еліміз дами берсін. Ескі жылға өкпе жоқ, жаңа жылға үміт көп дейді ғой. Аталарымыз. Мен қосыламын Тілекке жоқпын десейші. Құрметті көрермендер, жаңа жылда еліміздің футболы дамысын, өйткені футболға қатысты бағдарлама болғандықтан осындай қазақ тілді контент көбейе берсін. Жігіттерге мың алғыс. Осылай аудиторияны тек қана даусымыздан емес, түрімізден де тануға мүмкіндік беріп жатқандарыңызға, қазақ елінің футболы дами түсін. Мықты адамдар оңай уақыт алып келеді, оңай уақыт қиын жағдайға тудыра алады, қиын жағдай қайтадан әлсіз адамдарды. Сол секілді президентіміздің айтатындай, биыл қиын жыл болса, онда біз мықты адамдарды тәрбиелеуге қасырамыз. Пари матчты да құттықтап қояйық, жаңа жылмен осы. Жаңа жылдарыңызбен. Ой, рахмет жігіттер, рахмет Қарауылдарыңыз көп болсын, бастысы. Рахмет. Тіркелушілеріңіз барлығы колокольчик басып жүрсін дегендей. Рахмет. Видеоға лайк бассын, пікір жазсын. Және сол тіркелсін. Рахмет жігіттер, олай болса мен де енді осы кадр сыртынан біздің осы көрермендерімізге бір жыл бойына бізді көріп, керемет қолдап, әйтеуір қай жақта жүрсек те өзіміздің жекемізге де жазып, осы YouTube парақшамыздың астына да жазып, қолдап жүргеніне баршаңызға рахмет айтамын. Келесі жылда амандықпен, саулықпен кездесіп, сіздерге жаңадан мықты контенттерді көрсетуді бұйыртсын. Баршаңызға рахмет. Олай болса келесі жылда кездескенше сау болыңыздар. Тосын